Біздің студия төрімізде Фархат пен Мадина тойдан кейін енді қауышып жатырмыз, иә. Сөгіп жатқандарға айта кететініміз, Мадина біздің қыз, сол үшін орамалсыз енді сөйтіп келіп тұр. Қалай сізге, сағынып жүрсіз ба студияны? Жақсы. Студияны кішкене сағыныш болады екен по-любому. Бірақ енді сағынбайтындай жоқ қой. Сол жақсы барлығы. Және де енді білмеймін, студияға қалай адамдар орамалмен келеді или ондай нәрсе болып кетті деген нәрсе ғой енді. Негізі болған ғой. Орамал жалпы біздің үйде ғана бар. Иә, үйде. Ата-ананың алдында, үйде туысқанында орамал қалады, а былай жүргенде смело жүруге болады. Бәрі жазады кәдімгідей. Сен сонда орамал тақпайсың ба, бүйтпейсің ба, сөйтпейсің, айналайын үйде жүрмін ғой деймін ғой мен. Өзім білемін десеңші. Иә, өзім білемін. Ал ата-енеме барған емес, по-любому қызмет істеп кәдімгідей орамал